Осы есепте заряды 5 нанокулонға тең болатын бір нүктелік заряд берілген. 5 нанокулон деген сол 5-9 дәрежесі кулон. Енді электр өрісінің өлшемі осы есепте 60 киловольт бөлінген метр болатын болса, осы А нүктесінде орналасқан Q зарядын біз электр өрісінің ішінде, E1 өрісінің ішінде Б нүктесіне 60 градус арқылы орналастыратын болса, АБ-ның ұзындығы бізде осы есепте 20 сантиметрге тең деп берілген. Енді АБ нүктесінен электр өрісінің ішіндегі осы зарядқа туындайтын бір күш F болатын болса, F күшінің жасайтын жұмысы нешеге тең? А тең есеп бойынша F көбейтілген косинус 60 көбейтілген D болатын болса, бұл жерде F бізде заряд көбейтілген E болатын болса, ол 5-10-9 дәрежесі көбейтілген 60-10-3 дәрежесін береді. Ол бізге 310-6 дәрежесі, ол тең 3 көбейтілген 10-4 ньютон береді. Ал енді осы есептен А тең 3 көбейтілген 10-4 дәрежесі көбейтілген косинус 60, ол 1 бөлінген 2 көбейтілген дистанциямыз 20 сантиметр, ол 20 көбейтілген 10-8 дәрежесі болатын болса, бұл бізге 30-10-6 дәрежесіндегі джоульді береді, ол 30 микроджоульға тең болады. Жауабымыз Б.